Ең үздік отбасыларға 5 миллион теңге. Мерейлі отбасы жобасының биылғы жаңалығы осындай. Қызығы, биыл бірнеше ай бойы өткізген жоба жеңімпазы кім? Жамбылдық қай отбасы өзгелерге үлгі болмақ? Әріптесім Рысалы Дәуренбектің материалы. Елдің түкпір-түкпірі асыға күткен мерейлі отбасы жобасы биыл ерекше аталып өтілді. Еске салсақ, елбасының тапсырмасымен 2013-тен бері қыркүйектің 2-ші жексенбісі отбасы күні болып бекітілді. Міне содан бастап отбасы құндылықтарын сақтау, үлгілі отбасыларды насихаттау сынды қасиеттер жанданды. Міне бүгін 7-ші жыл қатарынан аталып отырған шараға президенттің арнайы тілегін хатшысы Қырымбек Көшербаев жобаның барша қатысушылары мен жеңімпаздарына жолдады. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсіміне қатысушыларға. Қадірлі қауым, мерейлі отбасы ұлттық конкурсы халқымыздың біртұтас ұлт ретінде ұйысуына негіз болып отырған отбасы құндылықтарын дәріптейтін айтулы бәйге. Баршаңызға саналы ұрпақ тәрбиелеп жатқандарыңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Келе жатқан отбасы күні құтты болсын. Әр шаңыраққа бақ-береке тілеймін. Қасым-Жомарт Тоқаев. Елдің әр өңірінен облыстардан асыға қатысқан отбасылардың марапаты арзан емес. Әр отбасы 5 миллион қаржылай сыйақы, дипломдар, наградалар мен құрмет көрсетілді. Біздің өңірден мерейлі отбасы атанған әулет Омаровтар отбасы. Әулетті дәрігерлер шаңырағы десек те болады. Отбасы күніміз құтты болсын, барлығымызға осындай отбасылар көбейе берсін. Қазақстанымыздың 30 жылдық мерейтойы қарсаңында осындай атаққа ие болғанымызға өте қуаныштымыз. Жұртымыз аман, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Айта кетейік, жобаға әр саланың білікті де білімді мамандары, қоғам қайраткерлері, өнертапқыштар әулеті қатысқан. Осы жылдар ішінде 18 мыңға жуық отбасы қатысып, өзгелерге өз тарапынан үлгі болуда. Рысалы Дәуренбек, Еламан Жорақұл, Нұрбол Қыстаубек, Тараз 24.